Баршаңызға сәлем, сіздермен бүгін горох сорпасының рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде тіркеліп, лайк басып отырыңыздар, комментарий қалдырсаңыз риза болар едім. Рахмет. Әр тағамның мөлшерін описанияда жазған болатынмын, сол жерден көре аласыз. Алдымен горохты жылы суға 30-40 минутқа салып қоямыз. Және мен уақыт үнемдеу мақсатында сорпаны сиыр етінен бір күн бұрын дайындап қойған болатынмын. Сорпам отта қызып жатқанда, горох суда кішкене жұмсарып жатырған кезде көкөністерімізді тазалап аламыз. Ол бізде пияз, сәбіз және де картоп. Бұл рецепте етім менің 7 литрлік кастрюльде қайнаған болатын. Сорпам көп болған соң мен горохты да көп алған болатынмын, себебі мен қою сорпаны жақсы көремін. Ал сіздер өздеріңіздің кастрюліңіздің сорпаңыздың мөлшеріне байланысты бұршақты, яғни горохты соған келістіріп алсаңыз болады. 5 литрлік кастрюльге пісірген болсаңыз, горохты 300 грамм алуыңызға болады. Келесі кезекте көкөністерімізді турайтын боламыз. Пиязды орташа 4 бұрышта қылып тураған болатын, ал сіздер өздеріңізге қалай ұнайды, солай тураңызға болады. Мен пияздың жартысын алған болатынмын, себебі пиязым үлкен болды. Сәбізді де 4 бұрышта қылдырып тұрған болатынмын, себебі горохтың өлшеміне келістіріп, кішкене сәйкес әдемі болсын деп. Сіздер әрине өзіңізге ыңғайлы жолын таңдап турауыңызға болады. Көкөністеріміздің бәрі дайын болды. Ендігі кезекте отымызды жағып, табамызды қойып, үстінен сұйық май құямыз. Сұйық майымыз қызып болған соң көкөністерді салып, қуырып аламыз. Бірінші сұйық майымыздың үстіне пиязды кішкене қызарғанша қуырып аламыз. Содан соң үстіне сәбізімізді қосамыз. Сәбізді қосқаннан соң көкөністеріміздің үстін жақсылап тұздаймыз. Содан соң қара бұрышты себеміз және де өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштер қосуыңызға болады. Сорпам қайнап болды, ішіндегі етін шығарып аламын бөлек, және де сорпаны міндетті түрде мен сүзіп аламын. Қандай тағам дайындасам да сорпадан, мен сорпам таза болса да міндетті түрде сүзіп аламын. Ал енді сорпаға салынатын қоспалардың бәрі дайын болды. Енді шеретімен бәрін салып отыратын боламыз. Қайнап тұрған сорпаға горохымды салып пісіре беремін. Орташа отқа қойып, қақпағын жауып қоямын. Келесі кезекте жуылған картоптарымызды 4 бұрышта қылдырып турап, горохымыздың үстіне қосатын боламын. Мінекей сорпамыз да дайын болды. Көріп тұрғаныңыздай бұршақтарымыз бөлініп жақсылап пісті. Ендігі кезекте қуырылған көкөністерімізді қосамыз. Сорпамызды жақсылап араластырамыз және де қақпағын жауып, тағы да 5-10 минутқа бұқтырып қоямыз. Мінекей дәмді және пайдалы сорпалардың бірі гороховый супымыз дайын болды. Сорпамызды безендіріп, бетіне жасыл пиязды қосқан болатынмын. Сіздер укропты немесе петрушканы да себуіңізге болады. Және де бір лайфхак ретінде осы сорпаны блендерден өткізсеңіз, крем суп болып шығады. Және де оны безендіру үшін кәдімгі нанды 4 бұрышта қылып турап, противенге себеміз, оның үстіне сұйық май немесе оливковое масло сеуіп, және де әртүрлі дәмдеуіштер қосуға болады. Сол кезде қатырлақ сухариктер дайын болып шығады. Менің рецептерімді қарап отырғандарыңызға көп рахмет. Тіркеліп отырыңыздар, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, астарыңыз дәмді болсын.